Психологтардың айтуынша, сәбилерде өмірлік тәжірибе мен қажетті білім жоқ. Сондықтан олар бүкіл әлемді сезіну және көру түйсіктері арқылы танып біледі. Ал мультфильмдер осы ең жарқын және есте қаларлық көрнекі бейнелер арқылы баланың санасына әрі позитивті, әрі өкінішке орай көптеген негативті ақпараттарды жеткізеді. Осы түйсік арқылы текше пішінді ойыншығын құрастырғандай, бала өзінің әлемінің моделін қалыптастырады. Психикалық процестер және жеке тұлғалық қасиеттері дәл осы ерте жасындағы кезеңде қарқынды дамиды. Психологтардың айтуынша, балалар 5 жасқа дейін қоршаған әлемнен ақпараттың 60-70% алады, ал 30-40% қалған бүкіл өмірінен алады. Балалардың жеке тұлға ретінде қалыптасуы олардың өмірінің алғашқы 5-7 жыл ішінде жүзеге асады. Осы жылдар аралығында қандай іргетас қаланса, баланың әрі қарайғы психикалық дамуы да сондай болмақ. Ол осы жастағы мүмкіндіктерін барынша қолдана алатындай қылып, баланың өмірін қалыптастыру өте маңызды. Балалық шақтың тағы бір ерекшелігі, психикаға келіп түскен барлық ақпараттарға саналы, парасатты, мағыналы, сыни көзқарастың жоқтығы болып табылады. Бұл жастағы балаларда қабылдап алған ақпаратының оң немесе теріс екенін анықтайтын сүзгісі болмайды. Яғни, көріп отырған дүниесі оның санасына тікелей әсер етеді. Осы уақытта балалар ақпараттың көптеген бөлігін таңбалы ақпарат байланысы арқылы қабылдайды. Статикалық және динамикалық бейнелер, эмоциялар мен интонациялар, ишарат, қылық, ымдап түсіну және тағы басқа. Көптеген американдық және жапондық мультфильмдер агрессивті және біздің балалар үшін мүлдем көруге жарамайды. Біз, ата-аналар, көру немесе көрмеу жайлы сөз таластырып отырғанда және кәсіби немесе үй шаруасымен айналысып жатқанда біздің балаларымыз мыңдаған американдық және жапондық мультфильмдерді көруде. Ал психологтар болса, бейнелерді алмастыру тәсілі арқылы балалардың психикасының өзгергенін айтуда. Бұл бейнелер сондай қарапайым және айқын болғаны соншалықты, ата-аналар назарынан қалайша тыс қалғаны бізді таң қалдырады. Бұл қандай алмастыру тәсілдері? Мұқият қараймыз. Oh my gosh, look at her butt. If I feel that I could be certain that Гони, гони! Мы тебя что, зря на шухере поставили? Прости. Не выдержит. До скорого, Мэл. Будь умницей, Хлоя. Вы слышали? Бабочка! 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 Мы вытащим вас отсюда, но теперь вы работаете на меня. Трепещите! О-о. Просто не обращайте внимания. Ясно? Будь паинькой, Леонард. Будь умницей, Хлоя. О чем они говорят? Как поживаете? Ага, прекрасно. И что делают, пока вас нет дома? Чем займешься сегодня? Посмотрите, мои планы перед вами! Совсем наш пушистый рехнулся. Где наш Макс? Говори! Помоги! Не отводи глаза! Сюда смотри! Шын мәнінде бұл қоршаған әлемнің моделі. Сондықтан балалар
экраннан көргенінің барлығына өте белсенді еліктеуге бейім болып келеді. Сондықтан бұл мультфильмдер балалардың пәк жүректеріне нені үгіттейтіні өте өзекті бола бастады. Заманауи мультфильмдерде баланың психикасының теріс қалыптасуы мен дамуына әкелуі мүмкін көптеген кемшіліктерді табуға болады. Экранда зорлық-зомбылық пен агрессияның тым көп болуы, зират, бас сүйек сияқты өлім атрибуттарын үгіттеу, қастандық, қанды төбелестерін тым егжей-тегжейлі көрсету. Заңдылық бойынша басты кейіпкер агрессивті болады, басқаларға зиян жеткізе алады. Сосын бала мультфильмдік зорлық-зомбылыққа еліктей бастайды. Толықтай жазасыздық. Кейіпкердің жаман қылығы жазаланбайды, ал кейде тіпті құпталады. Болашақта негативті салдарларға алып келуі мүмкін болған бассыздық стереотипі балада қалыптасады. Зұлымдық пен жақсылық көрінісінің бұлыңғыр болуы. Жақсылық пен жамандықтың арасында ешқандай айқын шекара жоқ. Қара ақ түрінде, ал ақ қара түрінде көрсетіледі. Ал кейде мүлдем шегі жоқ, және бәрі жазықсыз даралық ретінде қарастырылады. Тіпті оңды кейіпкердің өзі жақсы мақсаттар үшін жаман іс-әрекеттер жасай алады. Әзіл және ақмақтық көріністері тым көп. Біріншіден, бұл зұлым әзіл, табалаушылық қалыпты жағдайға айналғанда. Оңды кейіпкерлер зұлымдыққа табалап қуанады, тәкаппарланып бір-бірін кекетеді. Екіншіден, бұзақылықты әзілдеу. Бұл жағдайда бұзақылықтар жағымды бола бастайды. Бірақ балада сыни ойлау қабілеті дамымағандықтан әзіл арқылы ұсынылғанды ой елегінен қайта өткізе алмайды және бұзақылықты қалыпты жағдай деп қабылдайды. Үшіншіден, әзілдің шектен тым көп болуы. Қазір заманауи мультфильмдерде барлығының үстінен күледі және барлығын мазақтайды. Әсіресе дәстүрлі саналатын дүниелерді. Осылай ақмақтық ғұрпы құрылады. Отчего каждую третью среду месяца Сквидвард такой довольный? Сквидвард, Роджер, это ты? сегодня вечером... Привет, брат Роджер. Проходи, брат Сквидвард. Спасибо. Надеюсь, сегодняшний свидание. Ради этого стоит жить остальные 353 дня в году. Веками головоногие страшились одного врага. Тот из вас, кто хочет вступить в ложу, обязан с ним встретиться. Век не забуду свою церемонию инициации. Брат Сквидвард, 1000 лет никто из посторонних не видел нашей инициации. Ты посмел нарушить святость этой ложи. Вышвырнули из ложи головоногих. А нам можно вступить в ложу? О, всевидящее око! Ты достоин, а мы нет! Что это еще такое, идиоты? Тайный ритуал. Теперь ты наш президент! Я? Теперь ты президент Тайного Королевского Ордена Ложи Хороших Соседей! Теперь ты президент Тайного Королевского Ордена Ложи Хороших Соседей! Позвольте считать сегодняшнее собрание Ложи Хороших Соседей открытым. Начнем с переклички. Что это?
Судя по всему, сэр, они хотят участвовать в поразительной супергонке. Это что, шутка? Котик и мышка? Это шоу с крутыми трюками. Люди рискуют жизнью ради приза. Это не фильм о дикой природе. Ирвин, вызови охрану и убери этих. Сэр, это он. Мне всегда от этого жутко, сэр. Он президент Голливуда, тебе должно быть жутко. Приветствуем тебя, о грезящий властелин Голливуда. Өмірдің әртүрлі аспектілеріне қатысты әрбір мультфильмге жеке талдау жасап, оларды жақсы немесе жаман деп бөліп қарастырмаймыз. Біздің мақсатымыз бұл: балалары мультфильм қарап отырғанда ата-аналары нені басты назарға алуын ескерту. Жалпы, заманауи мультипликацияның жасалу идеологиясының сырын әшкерелеу болып табылады. Жоғарыдағы негативті көріністерге қоса, мультфильмдердегі сайтани символдардың көптеп кездесуінің өзі ақ жағдайдың қаншалықты мүшкіл екенін аңғартады. Сайтани идеология ашық түрде насихатталып жатқанда, ата-аналар өте сақ болғандары абзал болар еді. Жоғарыдағы келтірілген мағлұматтар мұз таудың шыңы ғана.